бастап компьютерге байланысты компьютерге байланысты бір-бірімізге жақсы тілек айтамыз. Мысалы, мен бастап берейін. Жедел жадтай жылдам бол. Монитордай тұнық бол. Браузерде жайнақты бол. Батарея шапқан бол. Антивирустай сақтық бол. Процессорде қуатты бол. Оперативті жадтай ұшқыр бол. Пернетақта әмбебап бол. Флешкада икемді бол. Жүйелік блокта берік бол. Қатты диске сенімді бол. Көзкөйдей жылдам бол. Сканерде мұқтат. Жарайсыңдар. Sağlığımızda ziyan keltiruumuz mümkün. Қауіпсіздік ережелерін бұзу салдарынан таныс болайық. Компьютер алдында дұрыс отырмау омыртқаның қисаюына келеді. Дене бітімінің дұрыс дамуына зиян келтіреді. Ұзақ отыру жүйке жүйесіне кері әсерін тигізеді. Компьютер алдында ұзақ отыру монитор мен арақашықтықты сақтамау көздің көру қабілетін нашарлатады. Компьютер электр тогына жалғанғандықтан сымда ақау болса, ток соғу қаупі бар. Енді осы ережелердің бұзылу салдарына тоқталайық. Компьютермен жұмыс істеу ең алдымен көзге күш түсіреді. Компьютермен жұмыс істеген кезде уақыттың қалай өткенін байқамай қаламыз. Жүргізілген зерттеулер нәтижесінде компьютерді ұзақ пайдаланатындардың 60%-ға жуығының көру қабілеті нашарлағаны анықталған. Компьютерді өте көп пайдаланатын адамдарда көздің қызаруы, қышуы, тез шаршауы, көру қабілетінің нашарлауы жиі кездеседі. Көзді шаршатпаудың жолдары қандай? Ол үшін мына талаптарды орындау керек. Мониторға дейінгі арақашықтық 60-70 см-ден кем болмауы керек, яғни созылған қолдың ұзындығындай болуы керек. Компьютер алдындағы жұмыс 15-20 минуттан аспауы тиіс. Көз, мойын, арқа үшін арнайы белгіленген жаттығуларды жиі жасап отыру қажет. Экранның дәл ортасына қарау керек. Жұмыс істеу үшін дәрігерлік көзілдірік киюге кеңес берген оқушылар компьютер алдында міндетті түрде көзілдірік киіп отырулары тиіс. Ол көру қабілетін одан әрі нашарлатпауға көмектеседі. Сонымен қатар көзге арналған жаттығуды компьютермен жұмыс жасаған кезде әрбір 10-15 минут сайын орындап отыру керек. Компьютерді пайдаланғанда арнайы ережелерді қатаң сақтау керек. Басты сәл еңкейтіп ұстаймыз, иығымыз еркін, арқаны тік ұстаймыз, тізе тік бұрыш болып бүгілген, оқу құралдары оқушының алдында орналасқан, саусақтар мен беттер бір сызықта орналасқан. Алғашқы жәрдем көрсету тәсілдері. Электр тогымен зақымданған адамға алғашқы жәрдем көрсету тәсілдері. Бірінші, компьютерді электр тогынан ажырату керек. Екінші, қолды